Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 34-ші сабақ. Тақырыбымыз түскі тамақ, күшті тамақ. Балалар каналға тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сендерге бірінші болып көрінетін болады. Түскі тамақ, күшті тамақ. Мәтіннен негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді табасың. Бірінші тапсырма. Тағам түрлеріне зер сал. Осы тағамдарды берілген нақыл сөздерге қарай топтастыр. Түсіндір. Бірінші, таңғы асты тастама. Балалар таңғы асқа не кіреді? Яғни қаймақ, нан, сүзбе. Осы тағамдар таңғы асқа кіреді. Біз бұны міндетті түрде жеуіміз керек. Ал енді екінші, балалар, түскі тамақ, күшті тамақ. Яғни түскі тамақта біздер ас тағамдарын, етті, сонымен қатар сорпаны біздер тойып жеуіміз керек. Нанды, кәмпитті, балықты, осының барлығы дерлік түскі тамаққа жатады. Ал енді кешкі асқа қарама. Кешкі асқа қарама делінген. Яғни кешкі аста көп тамақ ішпеуіміз керек. Біздің асқазанымыз демалуы тиіс. Кешкі асқа көбіне жеңіл тағамдармен қоректенеміз. Яғни айран ішуімізге болады. Яғни балалар, сендер өздерің мен осылай таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа сызықтармен бөліп жалғап қойдым. Өздеріңіз қандай тағамдарды ұнатасыз, оны да айта өтулеріңе болады. Енді екінші тапсырманы қарайық. Мәтінді тыңда. Түскі тамақ. Тыңдаңызшы, апам айтар ақылды. Түскі тамақ, күшті тамақ татымды. Дәмді сорпа тәбетіңді шақырар. Қуырдақ бар, қасығыңды батырар. Салат та бар, пайдалы нәр, бұл аса. Палау да бар, дәм татып көр ұнаса. Қалауың не? Құс еті ме, балық па? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Не сұрайсың? Компот, әлде айран ба? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Түскі тамақ, күшті тамақ татымды. Ұмытпаймын мен осы бір ақылды. Авторы Ертай Ашықбаев. Балалар, енді үшінші тапсырмаға қарайық. Өлеңде аталған тағам түрлерін атап айт. Әр тағам түріне қатысты 3 сөз ата делінген. Яғни балалар, өлеңде әр түрлі тағам түрлері айтылған. Өлеңде аталған тағам түрлері олар қуырдақ, палау, балық, құс еті, осындай тағам түрлерінің атаулары келген. Әр тағам түріне қатысты 3 сөз ата дейді. Яғни біз 3 түрге бөлуімізге болады. Салаттар, сусындар және ыстық тағамдар деп. Төртінші, ақын сұрағына жауап беріп көр. Түскі асқа не қалайсың? Бір-біріңмен пікір бөлісіңдер. Яғни түскі асқа құнарлы тамақтарды көбірек ішу керек. Өйткені түскі тамақ күшті тамақ болып табылады. Яғни түскі тамаққа мен сорпа, палау, сонымен қатар салатты таңдар едім. Бесінші, ас адамның арқауы деген тақырыпта топ алдында сөйлеуге дайындал және сөйле. Ас адамның арқауы, яғни балалар, біздер құнарлы, біздің денсаулығымызға пайдалы тағамдарды көптеп жеуіміз керек. Оның ішінде көкөністер, жемістер. Осы тағамдар біздің асқазанымызға өте жеңіл болып табылады, және бұның денсаулыққа пайдасы да өте мол. Яғни тағамды ас адамның арқауы деп аталынуы
біз дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданып, және өзіміздің денсаулығымызға пайдалы ғана тағамдарды жейтін болсақ, біздің күнделікті күш-жігеріміз де көп болып табылады. Ал егер дұрыс тамақтанбай, уақытылы тамағымызды ішпейтін болсақ, біз тіптен әлсіреп, ауырып қалуымыз да мүмкін. Сондықтан жеген тамағымызға өте мұқият боламыз, көбіне пайдалы тамақтарды жеуге, өзімізді күтінуге тырысайық. Енді соңғы тапсырма: өлеңдегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді тауып, дәптеріңе жазып ал. Өлеңдегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлем: түскі тамақ, күшті тамақ, татымды. Балалар, осыны дәптерлеріңізге мұқият, таза, қатесіз жазып алыңыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.